Тұрмысқа шыққаныма 6 жылға аяқ басты. Аллаға шүкір, 2 ұлым бар. Күйеуім қарапайым автобус жүргізушісі. Мен үйде баламен отырмын. Негізгі мамандығым қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі. Күйеуім 4 ағайынды. Ата-енем ауылдағы кіші қайнымның қолында. Ол кісілер мал шаруашылығымен айналысады. Күйеуім екеуміз Алматының Талдар ауданынан жер алып, кішігірім етіп 4 бөлмелі үй көтеріп алдық. Ауылдағы ағайындары мал беріп, материал түсірсіп, көп көмектесті. Күйеуім таң қараңғылығынан жұмысқа кетіп, түнгі 10-11-де бірақ келеді. Мен 2 баламен қорқатын болғандықтан Асқардың күйеуімнің туған інісін ауылдан алдыртып алдық. Ол қайным 11-ші сынып оқиды. Осы қайным үйге келгелі менің мазам қаша бастады. Жек көргеннен немесе үйге сыйғызбай жатқаным жоқ, қайнымның менің сезімдерімен ойнай бастағандығынан. Өзі сүп-сүйкімді, ақ құба, бояда ұзын, әдемі жігіт болып өсіп келеді. Домбырамен өлең терме айтып, гитарамен көшенің әуезді әндерін ыңдап айтқанында өзіне тым қатты жарасады. Күйеуім кеш келетін болғандықтан көбіне қайным екеуміз ашық сырласа береміз. Түннің жарымына дейін ол өзінің жүрген қыздарын, олардың қылықтарын айтады. Мен оның айтпасам да қоймай төсектегі тәжірибесін сұраймын. Бастапқыда қайным қызарықтап әрең айтушы еді. Соңғы кездері ашық жарқын-ақ әңгіме айта отыра беретін болған. Күйеуімен төсек қатынасында көп болмағандықтан ба, әлде менің температурам жоғары ма, қайнымның айтқан әңгімелеріне аузымның суы құрып, тамсанып қалатын болыппын. Тіпті көз алдыма елестеп айтуға ұят тіптен. Қайным құшақтап ернімнен сүйіп төсекке татса құлап кететіндей-ақ тәтті сезіммен бірге қалың үрей болады. Өйткені қайныма монша жақтырып, 2 баланы жуындырып үйге кіргізіп жібердім де, моншада жалғыз өзім шомылып жатқам. Қайным сыртта моншада от салып тықырлатып жүреді. Кенет оның тып-тыныш болып қалғанын сездім де, ақырын есіктің сықалауына көз салсам, қайным тесікте маған темірлене қарап тұр екен. Бойымда алай-түлей құйын сезім ойнады да кептейді. Есікті ашып кіргізіп алғым келді, бірақ шетінен ұят қырғыз жібермей бара жатыр. Бір шетен құмар жылан бойды билеп, ақырын не керек үстіме мұздай су құйып, өз-өзімді әрең бастым. Ойымды басқа арнаға бұрып, кредит жайлы, балалардың қыстық киімі жайлы ойға беріліп ес жинадым. Қазір күйеуім жұмыстан қанша кеш келсе де тамаққа тойдырып, шуындырып, шайындырып төсекте өз дегеніме жеткенше маза бермеймін. Сосын ғана екеуміз де тәтті ұйқыға батамыз. Қайным ойнаған сезімді осылай қайырмасам басқа жолын көріп тұрған жоқпын. Екінші қайнымен ашық тақырыпта сөйлеспеуге тырысамын.